Қаламгер порталындағы онлайн байқауға шығарма жіберу үшін алдымен қаламгер порталына кіруіңіз қажет. Ол үшін бұл жерге қаламгер.kz сайттың атауын жазамыз. Көріп тұрғандарыңыздай басты бет шығып тұр. Бізде үстінде онлайн байқау, YouTube, QFM, тест сияқты айдарлар бар. Осы тест айдарының үстінде бейнесі бар көк батырманы басу арқылы біз тіркелу бетіне өтеміз. Тіркелудің екі жолы бар. Біріншісі стандартты тіркелу, екіншісі әлеуметтік желілер арқылы. Стандартты тіркелуге мысалы ретінде көрсететін болсақ, жасыл тіркелу сөзі бар батырманы басамыз. Бұл жерде қысқаша анкетаны толтыруымыз қажет. Аты мысалы Айгерім болсын. Айгерім. Электрондық пошта, өзіңізге тиесілі электрондық поштаны жазасыз. Айгерім02mail.ru болсын. Қате жазып қойдым. mail.ru болсын. Құпия сөзіңіз 6 символдан кем болмау керек. Мен өз құпия сөзін тердім және осы құпия сөзді еш өзгеріссіз астына қайталайсыз. Тіркелу батырмасын басамыз. Сіздің тіркелуіңіз сәтті жүзеге асты. Тест айдарының үстіндегі бейнесі бар көк батырманы басу арқылы біз өзіміздің жеке кабинетімізге кіреміз. Жеке кабинетімізде бірінші сіздің суретіңізді жүктеуіңіз керек. Суретті жүктеу үшін обзор батырмасын басамыз. Суретіңіз JPEG форматында, яғни фото түрінде болу керек. Алдын ала дайындап қойған өзімнің фотомды белгілеймін, таңдаймын. Менің фотом жүктелді. Бұл жерге жетекшіні жазамыз. Жетекші. Астына жетекшінің аты жөні, мысалы Ақмарал Алмат болсын. Электронды пошта, жаңағы тіркелген электронды пошта және телефон номері, өзіңіздің телефон номеріңізді көрсетесіз. Сақтау. Көріп тұрғандарыңыздай үстінде сіздің бейнеңіз көрініп тұр, яғни сіз жеке кабинетіңізді сәтті жүзеге асырдыңыз, сәтті толтырдыңыз дегенді білдіреді. Келесі түбіртек. Түбіртек сіз байқауға қатысар алдын ала жарнаны төлеп, түбіртегіңізді сақтап қоясыз. Файлды таңдаңыз деген жерге сол түбіртегіңізді JPEG, яғни фото форматында жүктейсіз. Мен алдын ала жасалған төлем түбіртегімді жүктедім. Сомасы біздегі барлық байқаулардың сомасы өзгермейді, 1190 теңге. Сіз қатысып жатқан байқаудың аты мен байқауға қатысушы оқушының атын тересіз. Мысалы, мен оқыған ертегі. Атым Айгерім. Жіберу. Анкетаның соңында сіздің түбіртегіңіз жүктеледі. Келесі өлеңді жүктеу, яғни шығармаңызды жүктеу. Бұл жерге қатысушының аты жөні, мысалы, Ардақ Айгерім болсын, Ардақ Айгерім және шығарманың аты Алтын балық болсын. Бұл жерге сіз өзіңіздің шығармаңыздың атын жазасыз. Өзім жайлы бұл жерге қысқаша оқушы туралы ақпарат. Астана қаласы 49-шы орта мектептің 2-ші сынып оқушысы Ардақ Айгерім. Менің шығармаңызды алдын ала Word форматында дайындап қоясыз, белгілеп алып, көшіресіз, копировать, және сіз өзіңіздің менің шығармам деген жерге келіп, оны қоясыз. Жіберу батырмасын басасыз. Сіздің республикалық онлайн байқауға жазған шығармаңыз сәтті жүктелді.